Құлдық сана көсемі Серікжан Біләш. Сұмдық дерсің. Қазір Серікжанға еріп, оны қолдаушылардың санасына тастай қатып, сіңіп қалған бір қағида бар. Ол Серікжанды мақтап, сөзін сөйлегендер ғана ұлтшыл. Ал оны қолдамаған, оның пікірімен келіспеген адамдар бір ауызбен сатқын қытайшыл болады. Бұл қағида олардың санасына орнағаны соншалық, сен қанша жерден ұлтшыл болсаң да, тіпті халық бағасын берген, ұлт қайраткері болсаң да, Серікжанды қолдамасаң болды, сен сатқынсың, шпионсың, қытайшылсың, бітті. Япырай, бұл қайдан шыққан қағида, қайдан келген заң? Бұл тобырлық қағида, жеке басқа табынудың шырқау шыңы. Тарихта мұндай құлдық сананың, жеке басқа табынушылықтың зардабын халқымыз Кеңес одағының бастапқы кезінен ақ әбден тартты. Сталиннің жеке басына табынушылықтың қазақтың сорпа бетіне шыққандарын орыстың улы тырнағына өз қолымен ұстап бергендер сол көр соқыр табынушылар еді. Қазіргі сөзбен айтқанда жартымилар болатын. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым Хафизді жау деп ұстап бердің бе деп Қайран Хафиз айтып еді. Ұлтшылдарды, зиялыларды қаралап, сасық 9-шы халық жауы деп ит жеккенге айдады, атты. Ал коммунистік режимдегі Қытай да тура сталиндік жеке басқа табынушылықты жалғастырды. Қытайлық жарты бастардың көсемі Мау бастаған мәдениет зор төңкерісі деген алапат зобалаңда қаншама қазақтың қасқасы мен жайсаңының басы тарымның құмында қурап қалғанын басқалар білмесе де, Қытайдан келген қазақтар біледі деп ойлаймын. Ал коммунист Қытайда білім алған Серікжан Біләштің айғайының төркіні қайда жатыр? Мәдениет зор төңкерісі қарсаңында айлакер Мау жалпы жарыса үн қатсын, барлық гүл шешек атсын деп өзі ұран тастап, коммунистерге сынай көзқараспен қарағандарды шыбын жабыстыру деген айласымен ашыққа шығарып, топырлатып түрмеге тоғытқанын екінің бірі білетіні ақиқат. Қытай билігінің қазақтарға жасап отырған қысымы басталмай тұрып, интернет әлемінде қазіргі жартыбастардың көсемі Серікжан жарқын 7 деген атпен сайрап, көлді толқытып, көбігін бетіне шығарып, талай қазақ жастарын Қытай тұзағына салып бергенін бүгінгі екінің бірі білсе, бірі білмейді. Қазақты отқа айдап Қытайдың қазаққа шеңгел салуына сынықтай болса да сылтау тауып берген жарқын 7 ендігі лаңын Қазақстанға салып, Қазақстандағы қазақтардың арасына от салып, елді жерге руға бөліп, ел ағаларын ақын жазушыларды қаралап, қазақ жерінде Мау атасының мәдениет төңкерісін алып келгендей. Серікжан қасына өңкей оқымаған, оң солын білмейтін, ләпбайшыл, заупаңбай қытайша, шолақ белсенділерді жинап алып, олардың қолымен қазақтың қаймағы мен қаспағын бұлғай бастады. Серікжанды көсем етіп бас шұлғумен өтетін, өзіндік ойы жоқ осы бейшараларды аяп кетесін кейде. Олар Серікжанның түбі жоқ, құй батпаққа бастап бара жатқанын ешқашан сезіне алар емес. Ал олардың артынан аңқау халық та кетіп барады әттең. Сондықтан қара халықты белгісіз Серікжан Біләштің артына ергізіп араңдап